Қайырлы күн, құрметті әріптестер, оқушылар. Сіздермен бүгін тотығу тостан реакцияларының екінші бөлімі ионды электрондық баланс әдісі, немесе оны жартылай реакциялар әдісі деп атайды. Осы әдісті үйренеміз. Яғни бұл әдісімізде жаңа тотығу тостан реакцияларын теңестіретін тағы бір әдіс. Енді біз алдыңғы сабағымызда электрондық баланс әдісін айттық. Ол жерде біз тотыққан, тотықсызданған электрондарды санадық, белгілі тотығу дәрежесін анықтадық. Сол арқылы теңестіргенбіз. Енді оны жақсы меңгердіңіздер деген ойдамын. Енді бүгін қарастыратынымыз жартылай реакциялар немесе иондық электрондық баланс әдісі деп айтады. Бұл жерде негізгі принцип, біз тотығу дәрежесін анықтамаймыз. Бұл әдіс көбінесе жаңағы ерітінділерде жүретін реакцияларда көбірек қолданылады. Сондықтан бұл жерде электролит дегенді жақсы білу керексіздер. Яғни қандай зат ионға бөлінеді, қай зат ионға бөлінбейді, соны өте жақсы білу керексіздер. Бұл әдісте біз негізінен иондарды аламыз, иондар арқылы баланс жасаймыз. Енді бұл жерде ерітіндіде жүретін реакцияда әдетте үш түрлі орта кездеседі: негіздік орта, немесе қышқылдық орта, немесе бейтарап орта деп. Енді бұл әдістің негізгі принципі осы ортаға байланысты. Яғни ортаның қандай әсері бар, оны біз қазір нақты мысалдар арқылы анықтай аламыз. Онда бірінші мысалға келсек, натрий сульфиті, калий перманганат және күкірт қышқылы реагенттеріміз. Енді осы жерден сіздер көріп отырғандарыңыздай, күкірт қышқылы ол бізде күшті қышқыл. Яғни мынау реакциямыз қышқылдық ортада жүреді дегенді білдіреді. Онда бізде бастапқы заттардан қарасақ, натрий сульфиті еді, ол сульфатқа өзгерді. Яғни күкірт плюс 4-тен плюс 6-ға өзгерді тотығу дәрежесі. Бірақ біз тотығу дәрежесі маңызды емес. Калий перманганатына марганеціне плюс 7 еді, реакциядан кейін плюс 2 болды. Сонда бізде тотыққан ол күкірт, тотықсызданған марганец. Бірақ біз оны жай элементті ғана бөліп алмаймыз, ион түрінде аламыз. Онда бірінші жартылай реакциямыз ол сульфитіміз SO3 2-тан SO4 2- айналды. 2-. Енді бұл жерде қарап отырсаңыздар, SO4 бірнешеу, мынау жерлерде SO4-тер бар. Енді бірақ бұл жерде қай сульфат екені маңызды емес тіпті. Енді ары қарай бізде ерітіндіміздің ортасы қышқылдық болғандықтан, иондарды алғаннан кейін біз оттектердің санына қараймыз. Яғни әрбір атомды біз теңестіру керекпіз. Күкірт тең болып тұр. Ал енді оттегіміз мына жерде 3 оттек, келесі жақта 4 оттек. Осында енді қышқылдық ортада біз H+ және су арқылы теңестіреміз қышқылдық ортада. Онда бізде теңдеудің бір жағына суды қосамыз, екінші жағына H+ қосамыз. Ол қай жақта оттек жетіспейді? Қышқылдық орта болған кезде. Қышқылдық орта болған кезде. Мына жерге жазып қояйын. Біздің жағдайымызда мысалы, мына сульфит жағына оттек жетіспейді, бір оттек. Онда осы жағына су қосамыз. Неше оттек жетіспейді, сонша су қосамыз. Ол бір оттек жетіспейді, онда бір су қосамыз. Ал кері жағына біз 2 сутек катион қосамыз. Неге 2 сутек катион? Өйткені бізде судың құрамында 2 сутек бар. Енді ары қарай бізде электрондарды санаймыз. Электронды санаған кезде иондардың заряды бойынша қараймыз. Мынау жерде 2-, мынау жерде ешқандай ион жоқ, заряд жоқ. Онда бұл жерде 0 деген сөз жалпы заряд. Сонда теңдеуден кейін бізде сульфатта 2-, сутек катионда 2+. Сонда жалпы зарядымыз -2 плюс 0. Яғни мынау бастапқы заряд -2, мынау 0, заряд жоқ. Осыдан азайтамыз соңғысын. Сульфатта -2, сутекте +2, мына 1 көбейтіледі 2. Мынау 0-ді береді, сонда жалпы зарядымыз бізде -2 шығады. Онда бізде -2 электрон дегенді білдіреді. Мына жеріне көңіл бөлейік. Біз электронды санаған кезде тотығу дәрежесі бойынша қарамаймыз, жалпы заряд бойынша санаймыз. Жалпы зарядымыз бізде сульфитта -2, суда 0, мынада -2, мынада +2. Жай бастапқысынан біз соңғысын азайтамыз. Сонда -2-ден азайтамыз 0-ді. Өйткені екеуінің қосындысы 0 болады. Нәтижесінде -2 болады. Онда 2 электрон берілді деп қараймыз. Енді ары қарай келесі біз екінші жартылай теңдеуді жазайық. Екінші жартылай теңдеуімізде бізде марганец болу керек. Онда перманганат марганец O4-, яғни бұл ионның заряды минус болады. Ол реакциядан кейін марганец 2+ болады. Ол марганец сульфатының құрамында, оның заряды 2. Енді қарап отырсаңыздар, мына жерде оттек теңеспей тұр, 4 оттек. Онда біз оттек жетіспейтін жағына су қосамыз дедік.
Онда 4 су қосып береміз. Ал керісінше мынау жағында біз енді сутек катионын қосамыз. Ол бізде мына 8 сутек бар, онда 8H+. Болды. Өзі екі ақ элемент, марганец, оттек және сутек, үш элемент. Біз үшеуін де теңестірдік. Енді иондарды санаймыз, ионның зарядтарын. Онда бізде міне -1 +8. Сонда жалпы қосындымыз +7 болады. Мына жерде +2, мынау енді молекула болғандықтан заряд 0. Онда бізде +7-ден 2-ні азайтсақ, +5 қалады. 5 электрон. Болды. Бұл алдыңғы біздің электрондық баланс әдісінен айырмашылығы осы жерінде, міне біз бұл жерде жай ғана атомдарды емес, иондарды алдық. Одан кейін біз жаңағы электрон санын санаған кезде иондардың заряды бойынша санадық. Ол үшін біз алдымен атомдар санын бәрін теңестіріп алдық. Ары қарай бізге электрондық баланс әдісіне ұқсайды. Біз электрондардың санын теңестіру керекпіз. Онда бірінші теңдеуді көбейтеміз 5-ге, екінші теңдеуді көбейтеміз 2-ге. Өйткені мұнда 2 электрон, мұнда 5 электрон. Енді көбейткен сандарды мен осы жерге бірден жаза берейін. SO3-тің алдында онда бізде 5 болу керек. Судың алдында бізде 5 болу керек. SO4-тің алдында 5 болу керек. Мына электронымыз айтпақшы 10 болады. 2-ні 5-ге көбейттік. Мына 2-ні 5-ге көбейтсек, онда 10 болады. Екінші теңдеуде перманганаттың алдында 2, H+-іміз енді 2-ге көбейтсек 16 болады. 2 8 16. 5-ті 2-ге көбейтеміз 10 болады. Мына жерде 2, судың алдында 2-ні 4-ге көбейтеміз 8. Енді теңдеудің оң жағы мен оң жағын, сол жағы мен сол жағын қосып шығамыз. Сонда ұқсас мүшелер болса біріктіреміз. 5 SO3 2-, ары қарай плюс, мына 5 су бар, 5 H2O плюс. Екінші теңдеуден бізде 2 марганец O4 минус плюс 16 H плюс. Енді мына электрондарымыз қысқарып кетеді. Енді біз оң жағына келсек, оң жағында 5 SO4 бар, SO4 2- плюс 10 H+ бар, 10 H+ плюс 2 марганец 2 плюс және 8 H2O плюс 8 H2O. Бәрін жазып шықтық. Енді бізде теңдеудің екі жағында ұқсас мүшелер бар. Ол қандай ұқсас мүше? Мына жерде 5 су тұр, не? Теңдеуден кейін 8 су тұр. Онда мына 5 суымыз қысқарып кетеді. Мына жерде 8 емес, сонда 3 су қалады. 5-еу кетті, сол жағындағы мен қысқарып, сонда 3-еу қалды. H+ те солай. Мына жерде 10 H+, мына жерде 16 H+ тұр. Онда мына 10 қысқарып кетеді, мына жерде 16 емес, енді жай ғана 6-ау қалады. Болды. Онда бізде осы коэффициенттер теңдеуге қойсақ, натрий сульфидінің алдында 5 болу керек екен. Калий перманганатының алдында 2 болу керек. Күкірт қышқылы міне 6H+ деп тұр. 6H+ деп отырғанбыз. Мына жерде H-тан бізде 2 бар, онда бұның коэффициенті 3 болу керек деген сөз. Мыналардың барлығын қойып болдық. Енді оң жағына келсек, 5 натрий сульфаты болу керек екен. Мынау H-тарымыз кетіп қалған, 2 марганец SO4 болу керек, 3 су болу керек. Енді ең соңында бізде тотығу тосуым реакциясына еш қатысы жоқ. Калий, оттек, сутек, сол элементтерді санап жіберейік. Онда калийіміз 2 дұрыс болып тұр. Енді күкірт бізде тотығу тосуым реакциясына қатысқан жоқ. Мына сульфаттарымыз. Мына жерде 5 оны теңестірдік. Мына жерде 3 сульфат тұр. Оның біреуі міне, екеуі мына марганец SO4-тің ішінде тұр. Сонда барлығы тең. Оттегіміз мына жерде 15, 8, 12, 35 болып тұр жалпы. Мынау жерде 20, мына жерде 4, 8, 12, 32, 3 пен 35. Сонда жартылай иондық әдістеп отырғанымыз осы. Бұл жерде ең бастысы бізде мында иондарды бөліп аламыз. Ары қарай иондардағы атомдар санын теңестіреміз. Атомдар санын теңестіргенде қышқылдық ортада естеріңізде болсын. Қай жағына оттек жетіспейді, қай жағына оттек аз, сол жағына су қосып береміз. Қанша оттек жетпейді, сонша су қосып береміз. Ал соның қарсы жағына біз сутекті қосамыз, H+-ті. Мынау жерде өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай, мысалы бағана бастапта бір оттек жетіспеген үшін бір су қостық, келесі жағына 2 H+ қостық. Екінші жағдайда бізде 4 оттек жетпеді, онда 4 су қостық, келесі жағына 8 H+ қостық. Ары қарай біз электрондық баланс жасадық. Ең соңында біз коэффициенттерді қойдық. Бұл біріншісі. Енді екінші бізде сілтілік орта болса қалай жасаймыз? Біз жаңа қышқылдық ортада не істейтін білдік. Енді сілтілік ортада біз OH- және
суды қосамыз. Бұл жерде кішкене ереже басқарақ. Бұл жердегі негізгі ереже оттек жетіспейтін жағында. Оттек жетіспейтін жағында біз жаңағы жағдайда суды қосқанбыз. Бұл жағдайда біз оттек жетіспейтін жағына OH-ты қосамыз. Ал енді оттек артық жағында, оттек артық. Біз неше оттек артық екенін қараймыз. Егер 2 оттек артық болса, онда 2 су қосамыз. Оттек артық жағына біз су қосамыз керісінше. Енді оны мына қазір мысалдан қарайық. Біздің мысалымызда міне хром +3-тен +6-ға өзгеріп тұр, бром 0-ден -1-ге өзгеріп тұр. Онда осыларды аламыз. Хром O2 минус, осыдан бізде хром O4 2-ға өзгеріп отыр. Бұның енді зарядтарын мынау жерден калий арқылы біліп отырмыз, өйткені калийдің заряды 1-ге тең. Онда мына жерде ешқандай индекс жоқ, онда мынау -1 деген сөз. Жалпы қосында 0 болу керек. Мына жерде 2 калий тұр, онда мынау -2 деген сөз. Содан біз біліп отырмыз. Енді ерітіндінің ортасы сәттілік, міне, калий OH-тар. Енді жағын айтқанымыздай, бізде қай жағында оттегі артық, сол жағына су қосып береміз дегенбіз. Мынау жерде қарап отырсаңыздар, хромит ионының құрамында 2 оттек, хроматта 4 оттек. Яғни 2 оттек артық болып тұр, онда осы жағына біз 2 су қосамыз. Жаңағыда мүлдем басқаша. Жаңада бізде қышқылдық орта болған кезде оттек жетіспейтін жағына қосамыз. Ал сәттілік ортада оттек артық жағына қосамыз. Айырмашылық осы жерінде. Ал енді келесі жағына біз H плюс емес, біз OH қосамыз. Сонда 4 OH қосамыз. 4 OH минус гидроксид ионы қосамыз. Ал қосылатын гидроксид ионы судың санынан 2 есе көп болу керек. Біз 2 су қостық, онда 4 OH болады. Егер мына жерге біз 3 су қоссақ, онда 6 OH болады. Негізгі ереже осы жерінде. Енді жаңа электрондарды санаймыз. Мына жерде минус, 4 минус, жалпы мына жағымызда бізде 5 минус бар. Минус 5. Мына жерде минус 2, мына жерде 0. Сонда минус 5-тен азайтамыз. Минус 2-ні. Сонда бізде жалпы минус 3 электрон болады. Минус 3 электрон. Ары қарай біз бром 2-ні қараймыз. Бром 2. Бұл жерде 2 бром болады. Бромид ионы 2. Бұл жерде бромнан басқа элемент жоқ. Онда бромның санын теңестірсек болды. Басында 0 еді. Теңдеуден кейін минус 2 болып тұр. 0-ден минус 2-ні азайтсақ, ол плюс 2 электрон болады. Енді берген қосып алған электронды тауып алдық. Ары қарай оны баланс жасаймыз. Екіншіні 3-ке, біріншіні көбейтеміз 2-ге. Онда осы жерге көбейтіп жүрсек, міне 2, мына 4 емес енді 8 болады. 2, мына жерде 4 су, мына жерде 3, мына жерде 6. Электрондарымыз сәйкесінше 6 болады. Енді осы екі теңдеуді қосамыз. Сонда хромит ионымыз 2 хром O2 минус плюс 8 OH минус 3 бром 2 қала береді. Электрондар қысқарып кетеді. Минус плюс 2 хромат ионы, хром O4 2 минус плюс 6 бромид ионы және 4 су. Осы теңдеудегі коэффициенттерді біз бастапқы теңдеуімізге қоямыз. Онда хромиттің алдында 2 болу керек, калий гидроксидтің алдында 8 болу керек, бромның алдында 3 болу керек, хроматтың алдында 2 болу керек, бромидтің алдында 6, судың алдында 4. Енді осыдан қарап отырсақ, міне, сутегіміз 8 дұрыс. Оттегіміз міне 8, 4, 12, 8, мына жерде 4, 12. Калийіміз 2, 8, 10. Мына жерде 4 калий, 6 калий, 10. Барлығы тең болып тұр. Яғни біз жай ғана электрондық баланс әдісі арқылы, біз бұл жерде жартылай реакциялық әдіс арқылы барлық элементті теңестіре алдық. Бұл енді егер жақсылап егеріп алсаңыздар, түсініп біліп алсаңыздар, электрондық баланс әдісіне қарағанда әлде қайда тиімді, әрі жылдам теңестіріледі бұл әдіспен. Бұл жерде негізгі принцип мынадай, егер сәттілік орта болса, қай жағында оттегі артық, сол жерге барып біз суды қосып береміз. Қанша оттегі артық, сонша су қосып береміз. Ал енді оның келесі жағына, оттегі жетіспейтін жағына біз OH-ты 2 еселеп қосып береміз. 2 еселеп. 2N. Мынаған N су қосты десек, онда 2N OH қосамыз келесі жағына. Ал егер бізде қышқылдық орта болғанда, бұл сәттілік ортада. Қышқылдық ортада біз сутекпен суды қосатын едік. Ал бұл жерде бәрі керісінше.
Қай жерде оттегі жетіспейді, соған біз су қосып береміз. Оттегі артық жағына біз H плюсті қосамыз. Бұл жерде де H плюсіміз 2 еселеніп қосылады. 2. Мынау қышқылдық жағдайда, мынау сәттілік жағдайда. Ең бастысы осы жерінде міне. Қай жағына суды қосамыз, қай жағына иондарды қосамыз, осы жерін біліп алу керек. Келесі үшінші жағдайда. Үшінші жағдайда бізде қарап отырсақ су. Яғни су дегеніміз ол бейтарап орта. Бейтарап ортада біз жаңағы екеуінің қайсысын алсақ та болады. Біз алдында көрсеткен сәттілік орта бойынша теңестіруге болады, қышқылдық орта бойынша теңестіруге болады. Енді бірақ жалпы химияның заңдылығы бойынша біз мына теңдеу толық қарасақ, реакциядан кейін бізде гидроксид бар екен. Демек, бұл сәттілік орта деген сөз. Біз сәттілік орта бойынша теңестіруімізге болады. Онда сол бойынша алайық. Мына нитритіміз нитратқа ауысты. Онда NO2 минустан бізде NO3 минусқа ауысты. Енді бұл жерде бізде сәттілік орта деп қарастырсақ, онда сәттілік ортаның заңдылығы бойынша оттек артық жағына біз су қосатын едік. Мынау жағына біз бір су қосамыз. Ал оның кері жағына біз суды 2 еселеп гидроксид қосатын едік. Мына жаққа біз 2 OH минус қосамыз. Енді ары қарай бізге зарядты санаймыз. Мынау жерде -1, -2, жалпы -3. Мына жерде -1, сонда -2 электрон. Өйткені -3-тен 1-ді азайтамыз, -2. Келесі бізде марганец O4. Бұл марганец O4 перманганат ионы. Марганец O4 минусымыз бізге оксидке айналыпты. Марганец O2 дегеніміз оксид. Бұл әдетте тұнба, суда ерімейді. Енді дәл жаңағы сәттілік орта болғандықтан, мына жақта оттегі артық болып тұр, онда бұл жерге 2 су қосамыз. Өйткені 2 оттегі артық. Ал оның кері жағына біз OH-ты еселеп қосамыз, сонда 4 OH минус. Енді ары қарай бізге зарядты санаймыз. Мына жерде -1 ғана. Мына жерде еш нәрсе жоқ. Мына жерде -4. Яғни -1-ден -4 азайтсақ, онда ол +3 болады. Енді бұл математика, мысалы -1-ден азайтамыз -4-ті. Мына минус пен минус плюсті береді, сонда +4 болады. Сонда 4-тен 1-ді алсақ 3 электрон. Енді ары қарай бізге электрондық баланс жасаймыз. Бірінші теңдеуді көбейтеміз 3-ге, екінші теңдеуді көбейтеміз 2-ге. Онда 3-ге көбейсек 3, мынау жерде 6, 3, 3. Енді екінші теңдеуде 4, мына жерде 2, 6, 2, 8. Енді екі теңдеуді біріктіреміз. Біріктірген кезде міне теңдеудің екі жағында ұқсас мүшелерін қысқартуға болады. Мысалы электрондар қысқарады. Енді 3 нитрит, 3 NO2 минус қала береді. Ал енді плюс, мынау 6 OH пен мына жақта 8 OH бар. Яғни 6 OH қысқарып кетеді. 8-дің орнында бізде 2 OH минус қалады. Оң жағында ғана. Мынау перманганатымыз қала береді. 2 марганец O4 минус. Енді суды қарасаңыздар, мына жерде 4 су бар сол жағында. Оң жағында 3 су бар. Онда 3 су қысқарады. Сол жағында тек қана 1 су қалады. 4 судың біреуі қалады. 3-еуі қысқарып кетті. Келесі 3 нитрат. Ары қарай бізде 2 марганец O2. Енді осы коэффициенттерді теңдеуге қоямыз. Тағы плюс 2 OH минус бар. 2 OH минус бар. Осы коэффициенттерді қойсақ, онда натрий нитритінің алдында бізде 3 болу керек. 3. Калий перманганатының алдында 2. Судың алдында 1. Марганецтің алдында 2 болу керек. Натрий нитраты 3 болу керек. Калий OH-тың алдында 2 болу керек. Енді жалпы санап көрсек, бізде сутегіміз тең. Оттек бұл жерде 6, 8, 14, 15 болып тұр. 4, мына жерде 9, 13, мына жерде 2, 15. Барлығы тең. Бұл бізде бейтарап орта болған кезде. Бұл реакцияны теңестіруде сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Бұл жерде не үшін біз сәттілік орта бойынша теңестірдік дегенде, реакциядан кейін бізде сілті түзіліп тұр. Сол үшін бейтарап орта болса да, біз оны сілтілік ортадағыдай етіп аламыз. Егер бізде етіндің ортасының бұлай реакцияда берілген заттар бойынша анықтауға болмаса, онда біз кез келген әдіс бойынша теңестіре беруге болады. Жаңа сілтілік немесе қышқылдық деп. Ол жағдайда біз бірінші реакцияны мысалы сілтілік орта бойынша теңестірсек, екіншісін біз қышқылдық орта бойынша теңестіреміз. Жақсы, келесі
сутек пероксид қатысында жүретін реакциялар дейді. Енді біз алдында электрондық баланста бұндай реакцияларды қарастырғанбыз сутек пероксид қатысында. Енді бұл жартылай реакциялар әдісте де оны қолдануға болады. Бұндай реакцияларды теңестіруге болады деген сөз. Бұл жерде мысалы қарасаңыздар, міне пероксид ол суға айналды, иодид ионы бізде йодқа айналды. Онда осы жерден бастайық. Йод минустан бізде йод 2 түзіліп тұр. Жай зат 2 атом. Онда жалпы электронымыз минус 2 электрон. Мына жерде заряд 0. Екінші бізде H2O2-ден су шығып тұр. H2O. Енді бұл жерде реакцияны қарасаңыздар, міне қышқылдық ортада жүріп тұр. Қышқылдық ортада. Онда сіздер білесіздер, қышқылдық ортада қай жағында оттек жетіспейді, сол жағына су қосамыз дейміз. Ол бізде міне оң жағына бір оттек жетіспей тұр, онда бір су қосамыз, онда тағы бір H2O дегеніміз 2 H2O деген сөз. Енді біз қосқан суымызға сәйкес кері жағына 2H плюс қосатын едік. Бір суға 2H плюс қосамыз. Енді жалпы зарядты қарасақ, міне плюс 2 ғана, онда плюс 2 электрон. Басқаларында заряд жоқ. Электрондардың саны тең, онда баланс бар деген сөз, жай ғана қоса саламыз. Онда осыдан бізде 2 йод минус плюс H2O2 плюс 2H плюс электрондар қысқарып кетті. Йод 2 жай зат плюс 2 су. Бар теңестірілгеніміз осы. Сонда бізде калий йодтың алдында 2 қоямыз, өйткені иодид ионның алдында 2 болу керек. Пероксидтің алдында ештеңе болмайды. Мынау 2H плюс деп отырғанымыз, онсызда қышқылдың құрамында 2 сутек бар. Иодид, калий, судың алдында 2 деген коэффициент. Қарап отырсақ, сутек бізде 4 сутек дұрыс, оттегіміз міне 6 оттек. Мына жерде 4, 2, 6 дұрыс, калий, йод бәрі тең. Бұл ең оңай реакция, осылай теңестіруге болады екен. Бұл жерде ең бастысы қышқылдық орта екенін біліп, біз су және H плюспен теңестірдік. Келесі 5-ші мысалымыз. Тотықсыздандырғыш ретінде әртүрлі элементтер атомдарға қатысатын тотығы тостау реакциясы дейді. Бұндай реакцияларды біз алдында электрондық баланс әдісімен де теңестіргенбіз. Бұл жерде міне мышьяк плюс 3-тен плюс 5-ке дейін, сульфитіміз минус 2-ден плюс 6-ға дейін өзгеріп тұр. Ал азотымыз плюс 5-тен плюс 2-ке дейін. Онда бізде мынау затты ионға бөлмейміз. Онда бұны толығымен жазамыз. Мышьяк 2S3. Бұдан бізде арсенат шығып тұр. Мышьяк O4 3 минус және сульфат шығып тұр. Сульфатымыз 2 минус. Ерітінді ортасы бұл жерде қышқылдық, өйткені қышқыл қатысында жүріп жатыр реакция және қышқылдар түзіліп жатыр. Одан кейін екінші, мынау жерде бағанағылардан айырмашылық, атом сандар тең емес. Мышьяк бізде 2 атом, мына жерде 1. Онда бірінші осыны теңестіруден бастайық. 2 сульфаттың алдында 3 қояйық. Яғни оттектен басқа элементтің бәрі теңесті. Енді оттектің санын санасақ, мынау жерде 8 оттек, мынау жерде 12, жалпы 20 оттек. Онда мына теңдеудің сол жағына біз 20 суды қосамыз. 20 H2O. Өйткені қышқылдық ортада қай жағына оттегі жетпейді, сол жағына сонша суды қосамыз дегенбіз. Ал онда кері жағына біз 40 H плюсті қосамыз. Енді барлық атомдар теңескеннен кейін зарядты санайтын едік. Бастапқы екеуі де молекула, онда жалпы зарядымыз бұл жақта 0. Мынау жерде минус 6, сульфатта минус 6, 3 пен 2-ні көбейтіп жатырмыз. Мынау жерде плюс 40. Теңдеудің сол жағында жалпы сонда бізде 0 зарядымыз. Енді оң жағындағысын есептесек міне, минус 12 плюс 40, онда 28 болады. Жалпы плюс 28. Онда 0-ден 28-ді азайтамыз, онда минус 28 электрон. Бұл электронды санауды өте жақсы білу керексіздер. Енді келесі бізде екінші затымыз, ол нитрат ионы. NO3 минустан бізде оң жағында ол NO газына айналды. Енді оттектің санын теңестіру үшін бізге оң жағына 2 су қосамыз, өйткені 2 оттек жетпейді. Онда сол жағына біз 4H плюс қосамыз. 4H плюс, өйткені судың 2 есесі болу керек. Ал енді электронды санасақ міне, плюс 4, минус 1, онда жалпы плюс 3 болады. Мынау екеуі молекула, олардың зарядтары 0. Онда 3-тен 0-ді азайтамыз, онда плюс 3 қала береді. Плюс 3 электрон. Енді электрондық баланс жасасақ, біріншісін көбейтеміз 3-ке, екіншісін біз көбейтеміз 28-ге. Енді осыдан көбейтіп қоссақ, онда мынау жерде бірден осының үстіне жаза берейін. Суымыз 3-ке, 23-ке көбейтеміз, 60 су болады. Мышьяктың алдында 3,
Мына жерде 3-ке көбейтсек ол енді 84 болады. 28-ді 3-ке көбейтеміз. Мышьягымыз 6 болады. 2-ке көбейтсек, 3-ті 3-ке көбейтсек 9. 40-ті 3-ке көбейтсек 120. Енді бұндай коэффициенттер болады. Одан ешқандай қорқудың қажеті жоқ. 100-ден артық сан. Тіпті коэффициенті 2000 болатын реакциялар да бар. Сол үшін бұндан ешқандай қорқып керек жоқ. Ал 28-ді 4-ке көбейтсек ол бізде 112 болады. 112H деген сөз. Сутек атом. Мынау жерде 28 коэффициентіміз. Мынау 84, 28. Енді 28-ді 2-ке көбейтеміз, ол бізде 56. 56 су. Енді біріктірсек, міне судан бізде 60 су сол жағында бар, 56 су оң жағында. Онда суды қысқартып тастаймыз 56-ны. 4H2O қалады. Сол жағында плюс 3 мышьяк сульфиді, енді бұл еш нәрсемен қысқармайды. Плюс мынау жерде H112, ал оң жағында 120. Онда 112 қысқарып кетеді. Оң жағында 120-ның орнында енді 8H плюс қалады. Келесі бізде нитраттан 28, 28 NO3 бар, NO3 минус. Сол жағы бітті, енді оң жағына келсек, 6 мышьяк O4 3 минус, плюс енді арасы жақын жазылу керек, алысырақ жазып қалдым. 28 NO, мына сульфатты қалдырып кеттім. Сульфатымыз 9 SO4 2 минус. Барлығы енді ең соңында қалған 8H плюс. Барлығын жаздық. Енді осы коэффициенттерді теңдеуге қояйық. Мұнда мышьяк сульфидінің алдында 3 болу керек. Азот қышқылының алдында 28. Енді бізде мына қарап отырсаңыздар, теңдеудің сол жағында 4H2O деп тұр. Мына теңдеуде берілмесе де біз оны қосып жаза салуға болады. Өйткені бұл ерітінді болғандықтан енді сол жерде оң жағына жазасыз ба, сол жағына жазасыз ба, оның ешқандай маңызы жоқ. Біздің жағдайымызда реакция тең болу үшін сол жағына тағы 4 су жазу керек болып тұрмыз. Енді келесі бізде 6 мышьяк болу керек. Күрт сульфаттан бізде 9 болу керек. NO-дан бізде 28 болу керек. Енді барлық атомдарды қарап көрейік. Мышьяк бізде 6 дұрыс болып тұр. Күртіміз 9 дұрыс болып тұр. Сутек бізде міне 28, мынау жерде тағы да 8 бар, жалпы 36. Ал енді біз оң жағына келсек, мынау жерде 18, мынау жерде 18, жалпы 36. Бұл дұрыс болып тұр. Ал енді бізге келесі азот 28 дұрыс. Енді ең соңында қалған оттек. Оттектен бізде мынау жерде 84 оттек тұр міне. Мынау жерде 4-теу, жалпы 88 оттек бар екен. Сол жағында. Оң жағын қарайық. Мынау жерде 24 оттек, 4, 9, 36, сонда жалпы 60, мына жерде 28, 88 оттек. Яғни барлығы тең. 8H плюсіміз қайда кетті десеңіздер, ол 8H плюс мынау H-тардың ішінде. Мына жерде 18H, мына жерде 18H, осының барлығы 8H плюспен бірге. Сонымен бұл реакцияны да біз теңестірдік. Енді қарап отырсаңыздар, коэффициенттер үлкен сандар. Бұны электрондық баланс әдісімен теңестіргеннен гөрі осы жартылай иондық баланс әдісімен өте оңай теңестіріледі бұндай реакциялар. Сол үшін бұл әдісті жақсылап меңгеріп алуға тырысыңыздар. Ең бастысы қай жағына не қосу керек екенін білу керексіздер. Реакцияның ортасын анықтай алу керексіздер. Мысалы қышқылдық ортада біз су және H+ қосу арқылы теңестіреміз. Енді бүгінгі сабағымыздың соңғы реакциясы органикалық заттар қатысында жүретін реакциялар. Бұндай реакцияларды жартылай иондық әдіспен теңестіруге болады. Глюкозамыз, бұл жерде көміртегіміз SO2-ке айналды. Калий перманганатындағы марганец бізде марганец 2+ айналды. Ерітіндінің ортасы қышқылдық. Енді осыны біз теңестіріп көрейік. Онда бізде 6H12O6 бұл бөлінбейді осылай. Енді бұдан 6 SO2 шығады. Енді ары қарай бізде көміртегіміз теңесті. Ал енді сутекті теңестіріп алу керек біз. Сутекті теңестіру үшін бұл жерден ерітінді қышқылдық болғандықтан жай ғана H+ деп жазуға болады. Онда біз мына жерге 12H+ деп жазайық. 12H+. Енді оттек теңестірейік. Оттегіміз бізде 12 оттек, а мынау жерде бізде 6 оттек. Онда оны теңестіру үшін біз тағы 6 су қосамыз. 6H2O. Кері жағына біз тағы да сутек қосу керек. Біз тағы
мына жерде 6 тағы 12 болу керек. Онда мынаған қосып жазайын, бірден 24h плюс болады екен. 24h плюс. Енді бұның барлығы қайдан шықты десеңіз, жаңағы 12-сі ол мына глюкозаның ішінен шыққан. Қалған 12-ні біз оттек теңестіру барысында алып келдік. Сонда енді электронды санасақ, мына жақта бәрі молекула, онда жалпы зарядымыз 0, мына жерде заряд 0, мына жерде плюс 24. Онда 0-ден 24 азайтсақ, минус 24 болады. Минус 24 электрон. Келесі бізде марганец O4 минустан біз марганец 2 плюсті алдық. Енді бұл жерде оттек қана теңеспей тұр, онда 4 суды қосамыз. Ал келесі жағына біз 8H плюс қосамыз. 8H плюс. Енді осыдан электронды санасақ, 8 плюс, мына жерде минус 7. 7-ден 2-ні азайтамыз, онда 5 электрон. Енді 24 пен 5-тің ортақ еселігін табамыз. 24 пен 5-тің ортақ еселігі 120. Онда екінші теңдеуді көбейтеміз 24-ке, біріншісін көбейтеміз 5-ке. Енді осыдан көбейтсек, мына жерде су 5, 6 бізде 30 болу керек. 30. Мына жерде 5, 24-ті 5-ке көбейтсек 120 болады. 5-ті 6-ға көбейтеміз 30. 24-ті 5-ке көбейтеміз 120. Бірінші теңдеу осылай болады. Енді 24-ті көбейтеміз 8-ге. 4, 8, 32, 2, 8, 16, 19, 192. Марганец O4-тің алдында 24, 5-ті 24-ке көбейтсек 120, мына жерде 24, 4-ті 24-ке көбейтеміз 96. Жалпы барлығын көбейтіп болдық. Енді екі теңдеуді біріктіреміз. Онда мына жақта 30 су болды, келесі жақта 96 су бар. Онда 30 су қысқарады. Мына жақта бізде 66 су қалу керек. H плюс бізде сол жағында 192, оң жағында 120. Онда 120 қысқарып кетеді. Сонда 192-ден 120-ны алсақ, 72H плюс қалу керек. Енді қалғандары қысқармайды. Онда бізде ең соңында қалады 5 глюкоза, S6, H12O6 плюс 24 перманганат, 24 марганец O4 минус, және 72H плюс, 72H плюс. Оң жағында бізде 30 SO2, SO2-ден 30 плюс 24 марганец 2 плюс 24 плюс 66 су. Мынау сутегіміз жаңа қысқарып кеткен. Осылай қалды. Онда біз осыны теңдеуге қойсақ, глюкозаның алдында 5, калий перманганатының алдында 24. Күрт қышқыл енді бізде 72H плюс деген сөз, ол 36 күрт қышқыл деген сөз. Өйткені 36-ны 2-ге көбейтеміз, 72 болады. 30 SO2. Марганецтің алдында бізде 24 болу керек. Судың алдында бізде 66. Енді калий сульфатында бізде калийдің саны мына жерде 24 болды. Онда бұның алдында 12 болу керек. Енді барлығын жеке-жеке қарайық. Көміртегі ол тең болды. Енді сутегіміз мына жерде 60 сутек бар. Мына жерде 72. Сонда жалпы 132 сутек. Сол жағында. Енді оң жағында 66-ны 2-ге көбейтсек, 2, 6, 12, 13, 132 сутегіміз тең болып тұр. Калийді қарасақ 24, 24 дұрыс. Марганец ол тең 24. Енді оттегіміз, күкіртті қарайық. Күкіртіміз бізде 36 күкірт. Мынау жерде 24, мынау жерде 12, жалпы 36 дұрыс. Оттек енді ең соңында оттек қалды бізде. Мынау жерде қарасаңыздар 30 оттек бар. 30. Келесі бізде 96. Одан кейінгі жерде бізде 36-ны 4-ке көбейтеміз, 144. Сонда бізде 130, 270 оттек атомы бар. Сол жағында. Енді оң жағында, мынау жерде 60, мынау жерде 96, мынау жерде бізде 48, 60, 96, 48, 66. 2, 6, 12, 20, 0. Мынау жерде 10, 15, 27. Бұл жерде де 270 шығып тұр. Сонда жалпы теңдеуіміз осымен теңесті. Енді коэффициенттерді қарасаңыздар, 5, 24, 36, 30, 24, 12, 66. Бұл коэффициенттер
кішкене коэффициенттер емес, үлкен коэффициенттер. Одан кейін екінші, бұның электрондық баланс әдісінен артықшылығы осында. Электрондық баланс әдісінде біз органикалық заттардың тотығу дәрежесін құрылымдық формуласы бойынша анықтайтын едік. Ал егер сіз глюкозаның құрылымдық формуласын жазуды білмесеңіз, онда көміртектің тотығу дәрежесін анықтау қиындыққа соғады. Өйткені ол жерде альдегидтік топ бар, мысалы глюкозаның құрылымдық формуласы. Жазсақ міне 6 көміртек, 6-шы көміртек ол альдегидтік топ болады. Қалған бесеуінде бізде гидроксил тобы бар. Енді бұл жерде гидроксил тобы кейбіреу үстінде, кейбіреу астында болады. Мен барлығын астына былай жаза берейін. Енді бұл жерде барлығында сутек болады, 2 сутек, қалғандарында 1 сутектен. Енді осыдан қарасаңыздар, міне көміртектің тотығу дәрежелері әртүрлі. Мысалы, мынау біріншісінде ол -2 плюс 1, сонда жалпы -1 болады. Келесінде ол біреуін сутектен тартып, біреуін оттекке берді, сонда бұл жерде 0. Қалғандарында 0 көміртектің тотығу дәрежесі. Енді ең соңғысында бізде міне +2 -1, сонда +1 болады. Енді қарасаңыздар, міне көміртек бір көміртекте -1, бір көміртекте +1, сонда С0 деген сөз. Жалпы заряд 0. Одан С +4-ке дейін. Бұл электрондық баланс әдісінің проблемасы осындай еді. Біз нақты бір элементтің тотығу дәрежесін алатын едік. Ал енді мынау жартылай реакциялар әдісі немесе ионды электрондық баланс әдісінде бізде тотығу дәрежесін есептеп керек жоқ. Жай ғана молекуланы немесе ионды алып, ары қарай теңестіреміз. Жақсы, құрметті оқушылар және әріптестер, осымен біздің бүгінгі тақырыбымыз аяқталды. Енді бұл әдісті де сіздер жақсылап түсіндіңіздер деген ойдамын. Бұл үшін енді көбірек практика жасау керек. Ең бастысы жаңағы қышқылдық орта, сәттілік ортада қай жағына не қосады, соны еске сақтау керек, үнемі практика жасау керек. Көп практика жасаған кезде сіздер кез келген қиын реакцияны оңай теңестіре алатын боласыздар. Осымен бүгінгі сабағымыз соңына жетті. Келесі сабақта кездескенше аман сау болыңыздар. Өзіндік жұмыс тапсырмалары осы видеоның астында әдеттегідей ссылкасы болады. Ол жерде 37 реакция бар. Соны өздеріңіз жартылай иондық реакциялық әдіспен теңестіріңіздер. Болмаса электрондық баланс әдіспен теңестіріңіздер. Жалпы сол реакциялар сіздерге практика ретінде. Оған дейінгі алдыңғы сабақта берілген реакциялар бар 50 қанша. Солардың барлығын осы жартылай реакциялық әдіс бойынша да теңестіріп көріңіздер. Содан кейін бұл тақырыптар сіздерге жеңіл болады деген ойдамын. Аман сау болыңыздар, келесі сабақтарда кездескенше.